Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге жетіннан челпектің 10 минутта жасалу жолын көрсететін боламын. Бізге керегі 10 ыстық қайнап тұрған су, тұз, ас содасы және майонез керек болады. Ыстық суымызға жарты чай қасық тұзымызды салып ерітетін боламыз. Барлық ингредиенттердің мөлшерін видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Енді ұнымызға үлкен ас қасықпен майонез салатын боламыз. Және осының үстіне жарты чай ас қасық ас содасын, ыстық суымызды құйып, осындай жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бірден 7 бөлікке бөліп, оқтауымызбен жайып бастаймыз. Барлығын жайып аламын мен. Және қызып тұрған майымызда пісіреміз. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Осындай аз уақытта тез әрі дәмді шелпек пісіруге болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Сау болыңыздар.